Сәлем дарын онлайн қолданушылары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен тағы да стрингмен танысамыз, соның ішінде индекстеу. Алдыңғы сабақта ескерткенімізде бізде айнымалылар стринг болып келетін болса, ұяшық саны 0-ден басталынады деп айтқан болатынбыз. Индекстеу дегеніміз жол элементтері белгілі бір ретпен орналасады. Әр элементтің басы 0-ден басталады. Соңынан саналатын болса, теріс таңбамен басталынады. Мысалыға, айнымалының аты бізде қалалар деп аталынады. Соның ішінде алғашқы қаламыздың аты ол Алматы. Егер қалалар 0 деп индекс шақыратын болсақ, 0-ші әріп ол А. Және де индекстеудің біз жаңа айтқан болсақ, артынан санайтын болсақ, ол кезде -1-ден басталынады. -6 болатын болса, ол тағы да А болады. Яғни индекстеудің жалпы оңға қарап та және теріс қарап та жүруге болады. Дәл сол сияқты У әріпін алу үшін қалалар индексінен 5-ті шақырсақ, онда У болады, қалаларда -1-ді шақырсақ, онда А болады. Енді осылардың барлығын рет-ретмен жасап көреміз. Айнымалы қалалар деп аталынады, немесе қала. Тең бізде қазірше Алматы. Shift Enter қаланы шақыратын болса, қазір бізде Алматыны шақырады. Қала тырнақша, қала тік жақша 0 дейтін болса, бізде қазір Аны шақырады. Дәл осы рет-ретмен кете береміз. Қала 1 дегенім демек ол Л әріпі. Қала 2 ол М. Қала егер 0-ден басып санайтын болса, қазір қаланы тағы бір рет шақырайық. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Демек мен қазір қала 5 шақырам. Қала 5, Shift Enter, мінеке Алматы. У әріпі пайда болды. Бұл оңға қарап жүретін болса, 0-ден басталды. Артқа қарап қайтатын болса, онда 0-ден емес, -1-ден бастап есептелінеді. Мысалыға, қала -1 дейтін болса, бізде У әріп алынады. Алматы. Және де қаланы тағы бір рет шақырып санайтын болсақ, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Қала -6. Shift Enter A. Енді сіздерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Бұның барлығы не үшін керек? Алдағы уақытта осындай жолдармен немесе үлкен массивтермен жұмыс жасаған кезде, әрине Pythonда массив деген атау жоқ, жұмыс жасаған кезде бізге осындай әріптердің орнын ауыстыру, бір әріпті керісінше, немесе ондайда слайс срез дейді. Қазірде срезді өтіп кетуге болады, бірақ алғашқы бастап жатқан Python бағдарламалаушы, яғни сіздерге бұл қиындық туғызуы мүмкін. Қазірше осы әрекеттерді пайдаланып жұмыс жасай берсеңіздер болады. Python программалау тілін үйренудің ең оңай жолы ол математика ретінде қарамау керек. Яғни біз осы уақытқа дейінгі университеттерде, мектептерде программалау тілін қолданған кезде біз көп жағдайда есеппен шектелеміз. Мысалыға, тік бұрышты үшбұрыштың ауданын тап, мысалға квадрат теңдеуді тап, осындай бір бөлшек берілген функцияны тап деген есеп ретінде беріледі. Бағдарламалау ол есеп үшін емес. Сондай мақсатта болатын болса, Python программалау тілінде үйренудің негізгі мақсаты программа жазамын деген ниет болатын болса, онда үйрену өте оңай болады.